болды, айтамыз. Не ғой, жас келіндер болады мына жерде. Жас келіншектерге не Сәбит айтасыз деп менен не істеп жатыр да. Сәбит сұрап жатыр да, жас келін қыз. Жас келін сияқты өзі де. Не Сәбит? Осынандай ғой. Сен жас келінсің ба? Конкретно. Жас келінсің. Жас келін. Әр барған отбасылар әртүрлі болады. Мысалға бір енелер болады. Баласын қызғанатын. Біреулер бар, қайынсіңлілі, андай тиісетіндер бар, қайынәпкелері тиісетіндер бар. Конкретно да біз қазақша тілде, ой енем мені жақтырмайды, ой енем мынандай, ой енем, ой баласын қызғана береді, ой деп. Ой, енем деген бай маған бірдеңе әкеп берсе, не? Енем сөйлеп шығады, ақша құртпа, олай болмайтын нәрсеге деп сөйлеп шығады, көре алмайды дейміз ғой, қазақша тілде ше. Сендер ойламаңдар. Сендер ойламаңдар. Сендер олай ойламаңдар. Мен жас келіндерге ше айтайыншы конкретно не істеу керек екенін. Жас келінсің ғой сен. Ерте тұр, ата-енеңнің шайын бер, ауылда тұратында құман толтырып, оны өздері де біледі. Негізі ауылда тұратында қаладағылар білмейді ғой негізі. Ну, қаланыкі білмейді, ауылдыкі біледі деп айта алмаймын енді. Бір кезде ауылдағылар да білмейді, екі жақта да білмейді. Короче, мысалға, ауылда ененің көңілін алу үшін олар тез бала туып береді, сондай көйлек алып береді, сөйтеді. Ал қалағылар сырға алып беріп, алтын әперіп, сөйтіп не істейді да, көтке кіреді. Әр не келіндер әртүрлі болады. Ал жас келінсіңдер ма, сендерге айтайын. Азында ерте тұрыңдар, шай тамағын беріңдер. Сосын тамақ істейсің ғой, конкретно тамақ істейсің. Не істем, андай. Мамадан сұра, мама, бүгін қандай тамақ істесем болады? Не істесем болады деп сұра. Сен тамақ істей аласың, базар жоқ ма? Сен күшті істейсің тамақты ше. Сен келін күшті істейсің. Бірақ үлкен кісілер бар ма? Өскен сайын кішкентай бала болады. Сен мынаны қалай істеу керек, мынаны бұлай істеу керек пе, мама, мынаны көрсетіп жіберіңізші, мама бір рет көрсетіп жіберіңізші, мамалай берсе, короче. Ол соны жақсы көреді. Сен енең келеді, короче. Енең келеді кухняға. Сен тамақ істеп жатсың. Не істеу, көмектесейін ба саған деп айтады. Сен жоқ, мен өзім істей аламын, мен білемін өзім деп дейсің да, мама отыра беріңіз деп отырыс қоясың. Ол сериал көреді былай, андай үйде іші пысып отыр, не сөйлесетін адам жоқ, не басқа жоқ. Сен тамағын істейсің, тірлігін істейсің, кір жуасың, одан кейін жатасың. Конкретно жатасың. Енемен әңгіме айтпайсың, сырласпайсың, бүйтпейсің. Бүйтесің, короче. Ол енен деген телевизор бүйтіп көріп отырады, телевизор көріп отырғаннан кейін подругалар звондайды. Ой, бүгін мен келінім, ойбай, бүгін мынандай әперді, ой, келін екеуміз мынандай істедік бүгін деп айтады. Ал енен біртүрлі қалады, сосын нерві болып, сосын күнде қырылыс, сондай болады. Сен біліп тұрсаң, ененен сұра. Мама, мынаны қалай істеу керек? Мама, бізде мысалға бүйтеді, біздің туысқандар бүйтеді мысалға. Мен мысалға енді өзім кішкентай 6 жасынан бері тамақ істейміз. Мен істей аламын барлық түрін. Менің туысқандарым тамақ істей алмайды. Мен әпшелерім байға тигеннен кейін үйреніп кетті. Бізде туысқандар андай, ертең енен үйретеді ғой деген сияқты қылады да. Бізде андай, бізде мысалы біреу ажыраспаған біздің қыздар, түфәй. Шүкір. Біздің туысқандарда ажырасу деген жоқ. Не үшін? Потому что бізден андай бар. Өзі үйреніп алады дейді. Енесі ертең үйретеді дейді бізде.
енесі үйретеді дейді да, сол жақта үйреніп, сол жақта сынып кетеміз. Бұяқта тоже мен әпшелерім, мен келіндері үйретеді. Мысалы, мен жеңгеме сүтті, шайды қалай істеу керегін үйретті, нанды қалай жабу керек деген сияқты үйретеді. Тамақты өзінің қызындай көреді біздің туысқандар. Сондай заманауи біздікі. Сендерге енді білмеймін. Сендер қонақ шақырасыңдар ғой конкретно ше. Сосын бітпеңдер, қабақтарыңды түймеңдер қыздар. Қабақтарын түймеңдер. Іштерің жанып, өртеніп, шынданып, иыққа батсын, сен мешнейін келіп атыр, нервный болып тұрсын. Нервный болып тұрсын. Анау пісіресің, мынау пісіресің, сосын дастарханда тұрады, и бүйтеді, сөйтеді, и бәрі бірдеңке деп айтады, оған көңілін аудармасын. Сен мынандай ғой, түрін ашуланып тұр ғой, короче, ашуланып. Бір келіндер бар, ашуланып атқан білдіріп қоятын. Бүйтеді, шақтырмаған адам болса, бүйтіп көз қарасымен қарап, күлмей тұрады, и мынандай ыдысты тақ деп тастайды, мысалы, конкретно тақ деп тастайды, ыдысты қырық деп тастайды. Ана жақта ыдыс жуатын болса, тақырлатып жуады, тақырлатып салады. Общем, сондай. Сендер қатты шаршап тұрсыңдар, нервный болып тұрсыңдар, нервный. Бірақ тұр бермеңдер. Міне. Күліп тұра беріңдер осылай, күліп. Ашуланып жатсаң да күліп тұра бер. Күліп. Күліп қарсы ал. Көтіне кір конкретно. Анау жейсіз, мына жейсіз, тамағын салып, суын бер. Ой, қазір кетеді ғой деп сабыр сақта. Ол сен үйіне бір айлап жатып алмайды, 2 айлап жатып алмайды. Ары келсе 5-6 сағат отырады үйіне. Күліп ыржиып тұр. 5 қатын қонаққа келеді, короче. 5 қатын қонаққа келеді. Енешканың подругалары. Дастархан жайып бір, тамағын бер, шай бер. Деп әңгіме айтып отыр. Сосын, ой, тұрып атады олар, тұрып жатады. Тұрады. Сарқытымен салып бер конкретно. Ана өзінен қатып кеткен тамақтар болады, пішіне кәмпиттер. Сарқытымен сал жер. Сарқытымен сал жер. Күліп шығарып сал. Деді масканы шеш, короче. Сосын ыдысынды жуып, бүйтіп, одан кейін жат. Ер адам, біз мысалы қыз баласымыз ғой, қыз баласы әкеге жақын болады. Ал ер адам анасына жақын болады. Ер адамды еш уақытта мамасын жамандамаңдар. Понимаешь, жамандамаңдар. Өздерін жексұрын болып қаласыңдар. Понимаешь, өздерін жексұрын болып қаласыңдар. Сендерге сабиттім. Одан кейін анау қонақтарды шығарып жібердің ғой сен. Мысалға, сол 5 қатының біреу айтады саған. Сол 5 қатын кетеді ғой, короче. 5 қатын кетеді. 5-еуі кетіп барады. Олар бүйтіп ойлайсың ба сен? Біреу бір таксимен кетеді, біреу бір таксимен, біреу бір таксимен, біреу бір таксимен, біреу бір таксимен кетеді деп ойлайсың ба? Мә, олай ойлама сен. 5-еуі обязательно сенің үйінен шықты. Олар жаяу 1 сағатта жүреді. Болмаса біреудің, сол 5 қатының біреуінің үйіне барып шай ішеді. Сол кезде айтады. Мынаның келін онша емес екен деп. Обязательно біреу айтады. Сен ана күліп, ыржиып, сақтымен салып жіберші. Мына біреу айтады ғой сен туралы. Жаман деп айтады сені. Мына 4-еуі бар ғой, мына 4-еуі сені жақтайды сол кезде. 4-еуі сенің сөзіңді сөйлейді. Сосын мынау ештеңе дей алмайды. Ал сен мінезіңді көрсетіп, аңды шайын дұрыс бермесең, ол тез кетеді. Сосын 5-еуі фу деп жамандайды сені. Сосын сен үйіне келгісі келе береді, сен үйіне шай ішкісі келе береді. Сондай. Сендер андай, енді қазақпыз ғой, той, домалақтарымыз бар, енді келініміз бар, келіндік міндетіміз бар. Мысалға сен, андай, мысалы келіндер бір жақта біреуінің үйіне қонақ болып жатыр ма, соның үйіне барып, бауырсағын пісіреді, бүйтеді, сөйтеді, көмектеседі бәрі.
Сондай кезде сен бармай ақ қойшы. Сен ауырып тұрсың ба? Әшейін өзің барғың келмей қалды ма? Қойшы, жылайна жоқ деп барғың келмей қалады ғой. Ол сені жақтап шығады сияқты адамдар. Мысалы былай. Ой, пәленші бәрін келіндер жүр, неге ана пәленшінің келін жоқ деп сені айтады. Неге келмеген деп айтады. Сосын ана жерде тұрып, сен оларға жақсы көзқараспен қарасаң, олар айтады сені. Ой, ол ондай келін емес, ол келетін келін дейді. Ол келетін келін, мүмкін ауырып қалған шығар, ол ондайы жоқ келін деп айтады. Сенің сөзіңді сөйлейді сол кезде. Понимаешь? Сенің сөзіңді сөйлейді сол кезде. Мына жерде түсінетіндер бар, түсінбейтін адамдар бар. Түсінбейтіндер, мен сендерге қарсы емеспін. Мен сендерге жаман болсын деп айтып отқан жоқпын. Мысалы, менің де группаластарым байға тиді. 2 бала шағасы бар. 3-сін туайнатқандар бар. Біреуі болады, 2-сін көтеріп жүргендер бар. Менің группаластарым 2003, 2002, 2004. Конкретно. Мен өтірік айтып отқан жоқпын. Шын нәрсе андай. Мен сендерге бірдеңе түсіндіріп кетейін. Ой, енем мені көре алмайды. Ой, енем бейді. Ой, енем тамаққа сөйлей береді. Ой, енем бейде береді. Ой, енем ештеңеге жақпайды менің енеме. Анау, мынау деп айтатындарға түсінбеймін сендерші. Сендер қуаныңдаршы сол үшін. Сен сол үшін қуаншы. Енем солай сөйлегеніне қуаншы. Конкретно қуан. Байынан мен жеп, сен маман жақтырмайды мені, ана мына шешенге айтып, подруганы айтып. Сендер керісінше қуандыр. Енелердің солай әңгіме айтып отқандарына. Мен психолог оқығым келеді негізі. Алиса, стоп. Былай ғой, қалай айтсам болады. Сен байға тидің, сен енен саған сөйлемейді, бет, сүтпейді, тамағын араласпайды, жейді, ішет, жатады, бетет, сүтет. Оған похуй деген сөз. Конкретно похуй деген сөз. Саған түпіргенім бар деген сөз. Конкретно. Ал саған сөйлей ма? Ой, мына жерін дұрыс емес қой. Ой, мына жерін дұрыс емес па? Ой, мына жерін бетпейсің ма? Ой, мынаны тамақты дұрыстап істемейсің ма деп сөйлесе, сен қуан. Потому что ол ене сені жақсы көреді. Мен айтайын сендерге. Ешқандай енені жаман демеңдер. Байларына жамандамаңдар. Понимаешь? Ене деген ана. Әрбір ана жуас болады. Әрбір ана жаман болсын демейді. Түсінер ма? Ол ене сөйлейді саған. Ой, мына жерін дұрыс емес. Ой, тамағын тұзы кем емес. Ой, шай не қызыл болып кеткен. Ой, сен не телефон ұстағаннан басқа да білмейсің, үй жинауды білмейсің, ана мынау деп сөйлесе, сендер оған ренжімеңдер. Ол сені сынау мақсатында айтып жатыр. Сен үй жинап жатқанды көрді, тамақ істеп жатқанды көрді. Ол ене, ол ана. Ол баласын ойлап жатыр. Саған жаман болсын деп айтып жатқан жоқ. Жаман болсын деп айтып жатқан жоқ саған. Жаман болсын деп айтып жатқан жоқ конкретно. Ол ана, өзінің баласын ойлап жатыр, сені ойлап жатыр. Мысалы, ертең мен өліп кетсем, менің балам не болып кетеді, ана мынау деп ойлайды олар.
ертең баламның өмірі не болады деп ойлайды. Сосын ол сені сынау мақсатында айтып жатыр. Ол сені сынау мақсатында. Бай деген бірінші кезде порно істейді саған. Порно істейді. Баста жақсы болады. Қошты внимание бөледі саған. Саған сөйлемейді, ұрыспайды, айқайламайды саған. Баста бәрі жақсы болады. Бір апта жақсы болады, бір ай жақсы болады, жарты жыл жақсы болады, бір жыл жақсы болады. Баста сол по-любому соны деген не болады? Ұрыс, керіс, бүйтіп, түстіп сондай болады. Сол кезде енен саған не істейді? Андай сөйлейді, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп. Сен оған ренжіме. Сен дұрыс істеуге әрекет жаса. Ол содан кейін дұрыс болады бәрі. Ол ене сені жек көреді деген сөз емес ол. Сені сынап атқан сөз ол. Мысалға ол мынандай түсініңдер сендер. Қалай айтсам болады деп. Ол баласын ойлап жатыр. Мысалы, баласының мінезін біледі ол. Ана деген өзінің баласының қызының мінезін біледі конкретно. Мінезін біледі. Ол ой қазір осылай жүр ғой, кейін ашылады қайтадан не болады дейді да. Сол кезде сенің байын ана ененің сөзін айтады ғой саған. Ой, бүйтіп дұрыс істемейсің ба? Ой, бүйтпейсің ба? Ой, үй жинамайсың ба? Салақсың, ана мынау деген кезінде сен ол сөзді айтқызбайсың. Потому что сен енен айтып қойды ол сөзді. Енен айтты саған. Енен айтқаннан кейін сен оны дұрыс істедің. Дұрыс істедің, тамақ дұрыс істеуді үйретті. Өзінің кішкентайынан ер адам деген енесіне, мамасына жақын болады. Сен байын сөйлемей тұрғанда сен енен саған сөйлеп, дұрыстап істетіп, тамақты дұрыс істеп, ол кетті ол адам. Ол кетті. Ал енді саған байын сөйлей алмайды. Понимаешь? Сондай. Сосын ажырасу болмайды, басқа болмайды. Ұрыс керіс болмайды. Сен мамаңмен тілін тауыды үйрен. Менің мысалы, мен мамам деген, мен 15 жаста мен Нұрислам деген жігітпен жүрдім конкретно. Нұрисламмен жүрдім. Соған тұрмысқа шығам деп атқам мен. Мама айтты маған, шыға бер деді. Мамасы рулас біз екеуміз. Баласы басқа рулдан бірақ. Мама айтты, шыға бер дейді. Қайта ерте шыққан жақсы. Андай енемен сиісіп кетесің дейді. Менің мамам жігітпен жүруге рұқсат береді. Біреулер мамалар рұқсат бермейді, біздікі береді. Мен мамам әпшем тұрмысқа шықпай тұрғанда менің әпшем тұрмысқа шықпай тұрғанда әпшем, мен, Ако, 3 қызбыз ғой үйде. Ағам қайтыс болып кеткен, мен 3 қызбыз ғой. Сол 3 қызымызда обязательно аптасына 1 рет жиналыс болады. Мама жиналыста, әр жиналыста, білем сендерде жиналыс бола ма, болмай ма. Бізде мама деген телефонды кеш сатты бізде. Біз мама не істегенін білді. Қазір 1 жастан беріп қойған телефонды. Конкретно мектеп кезде, мысалы 15 жас пен 13 жас аралығында адамды қозады. Қозған кезде ол не істеп жатқанын білмейді. Сондай неде жүреді, нетінен бір бәледе жүреді, короче. Қазір беріп қоятында бір 15 жастан сондай деген сияқты. Жігітпен сөйлесіп, анан жігіт бүйтіп не істейді. Біз ама ол кезеңнен өткеннен кейін берді бізге телефонды. Мен мысалға телефонды 16 жасымда алдым. 1-ші курста. 9 класста ұстадым, но әпшен телефон бүйтіп ұстап жүрдім. Сосын қазір ғой, тез бұзылып атқанда телефон құртады негізі. Андай адам неде жүрген кезде психологы проблема дейді ғой, уақыт болады өзінің сондай уақыт кезінде. Ондай кезде негізі балаға телефон бермеу керек. Біз ама оны білдім. Сосын естедім. Бізде жиналыс болады, аптасына 1 рет. Бүйтіп, бүйтеді. Бізде 3 қызбыз ғой енді. Аку енді тамақ істеп жатыр. Мысалы біз әпше екеуміз 6 жастан бері істедік тамақты.
екеуміз кезек істейтін едік тамақты. Бүгін мен істесем, ертең ол істейді. Болмаса бір апта ол істесе, бір апта мен істеймін да, ана тізім жазып қоятын едік қағазға. Есіктің кіребешіре кухняға. Бүгін не істейтінімізді ше мама жазып беретін. Біз жазбаймыз, мама жазады. Бүгін пол сүртесіңдер, бүгін үй жинайсың, бүгін шкаф, бүгін кір жуасыңдар, тамақ істейсіңдер деп жазып береді өзі. Біз сол тізімге қарап жүреміз әпшекеміз. Үсті конкретно біз. Біздің ама қатал болды, жаман ұрады бізді. Аны не дейді, шыбықпен ұратын еді, қамшымен ұратын еді. Қазір көрсеңдер жуас болып көрінеді ғой сендерге. Қазір бізге ұрыспайды мама. Айқайламайды бізге. Айқайламайды. Ұрыспайды қазір бізге. 6 жасында қалай тамақ істедің дейді ғой, қазір айтып берем оны. Ол ұзақ әңгіме ода. Сосын сөйтіп үй жинап, мен ол кезде енді ол кездерде тамақты енді істеп жүрген кездерім, ол кезде мен есімді білем ол кезде қайда істейтінім мен 6 жасымда бір-ақ рет тамақ істегем. Бір-ақ рет. Мен мамам жұмыс істейтін 7-8 сомда дейма не дейтін. Сомда істейтін еді. Шымкентте ең үлкен сом бар өзі. Аку бесікте жатады. Сол кезде Акуның боғымен жуатын едім. 6-да болсам да конкретно. Вообще үйге тамақ істейді, үй жинайды, бүйтеді, сөйтеді. А мен Акуға қарайтын едім. Акуның пішінен езіп, сүтін беріп, көтін жуатын едім. Боқ-боқ. Қазір кішкене балдарда панета жоқ енді, сол кезде панетамыз күшті. Мен өз басым панетам күшті. Бір не болған бәрі есімде. Так, сол кезде